Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін тағы да көгалды жапырақтарымызды тоңазытқышта қалай сақтау керектігін көрсететін боламын. Өте пайдалы ақпарат. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңызда менің қолымда жусай, барлығын салқын суды жуып, құрғақ матаға жайып кептіретін боламыз. Барлығын араларын ашып-ашып, үлкен матаға жайып қоямыз. Келесі бізде чесночные стрелки, қазақша сарымсақ жебелері. Барлығын тазалап жуып, бұны да матаға жайып, толық кептіріп аламыз. Чесночные стрелки жылына бір ғана мезгілде салады, және ол көктемнің алғашқы күндерінде дәл осындай кезінде аламыз. Ал егерде гүлдеп кеткен жағдайда ол жарамсыз болады. Жусайдың араларын ашып, аударып кептіріп аламыз. Ал бір түнге қалдыруға болмайды, себебі ол солып қалады. Сондықтан бір күнде барлығын жуып кептіріп алған дұрыс. Қасында чесночный стрелкалар да бар, олар тез кепеді. Енді оларды турауға кірісейік. Менде осындай пакланың пакеті, арнайы замогымен, ішіне жеміс, көкөніс салып, тоңазытқышта сақтай берсеңіздер болады. Бөтен жағымсыз иістерден сақтап тұрады. Және сіздерге де дәл осындай пакетті алуға кеңес беремін, өте ас үйге керекті заттардың бірі. Ең алдымен чесночный стрелкаларымызды турап аламыз. Ең бірінші басындағы гүлін алып тастаймыз. Қалған бөліктерін ұзынша қылып 4 сантиметрдей турап аламыз. Чесночный стрелкаларды турап жатқанда байқасаңыз, кейбір жерлері қатты болады. Бізге жасыл түсті және жұмсақ жерлері керек. Ал егерде қатты және іші осылай ақ болса, олар жарамсыз. Мен жыл сайын көктемде осы чесночный стрелкаларды іздеп жүріп, өте көп мөлшерде қысқа сақтаймын. Бір жағынан дәрумендер мен минералдарға өте бай, және тағамыңызға өте әдемі дәм беріп тұрады. Ал енді барлығын пакетке салып, тоңазытқышта сақтай берсек болады. Мен кемінде 1 жылға сақтаймын. Лагманға, чесночный стрелкалардан жасалатын салаттарға, басқа да тағамдарға қолдана беремін. Тоңазытқыштан алып, өзіме керегін аламын, қалғанын тез арада тоңазытқышқа сақтап қоямын. Бөлме температурасını көп ұстауға болмайды. Келесі жусайды да жуып, кептіріп алдық. Енді тураймыз. Турау барысында арасындағы қоқыстардан, басқа шөптерден тазалап аламыз. Мен сәл үлкенде ғып турап алдым. Мантыға, чебурекеге, пирожкиге қолдансаңыздар болады. Жусайды қолданар алдын тамаққа дереу қосу керек. Бөлме температурасында жарты сағаттан көп ұстауға болмайды. Пакетке салып, тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Кемінде 1 жылдай сақтай берсеңіз болады. Сақтау барысында айта кететін жайт. Егерде үйлеріңізде свет өшіп 3-4 сағаттай морозилкада тұрған жусайыңыз еритін болса, ол бұзылады. Ол кезде ол жарамсыз болады. Сол себептен свет өшкен жағдайда бақылап тұрыңыздар. Чесночный стрелкаларымды турадым. Көбінесе лагманға және чесночный стрелкалардан жасалатын салатқа қолданамын. Өте ыңғайлы. Және жусайды мантыге, пирожкиге, чебурекеге қолданамын, және қорылатын тамақтарға қолданамын. Өте өзгеше бір дәм беріп тұрады. Қыстың күндері тамағыңыздың ішінде көгалды жапырақтар болса, бір ерекше болып тұрады. Жазды сағынып, сақтап тұрсаңыздар болады осылай. Сіздермен пайдалы ақпаратпен бөлістім деп ойлаймын. Видеом ұнаса лайк қойып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Басқа да қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздермен болған Жанерке, видеомды назар салып соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.